Қайратты да батыл болыңдар. Жауларыңнан еш үрейленіп қорықпаңдар. Себебі Құдайларың жаратқан ие сендермен бірге жүріп жар болады. Ол сендерді ешқашан тастап та кетпейді, жалғыз да қалдырмайды. Жаратқан иенің өзі алдыңда жүріп саған жар болады. Ол сені ешқашан тастап та кетпейді, жалғыз да қалдырмайды. Еш нәрседен уайымдап қорқушы болма. Ал сендер өздеріңді қара түнектен тамаша нұрына шақырған Құдайдың қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға таңдалған нәсілсіңдер. Патшаның діни қызметкерлері, оған бағышталған қасиетті ұлт, Құдайдың меншікті халқы болыңдар. Естеріңде болсын, мен сендерге жыландар мен шаяндарды таптап басып, жаудың барлық күшін жеңетін билік бердім. Енді сендерге еш нәрседе зиянын тигізе алмайды. Себебі маған күш қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Сонымен сендер енді не бөтен, не келімсек сияқты емес, Құдайдың халқы болып келген Яхуди сенушілермен бірдей, сол халықтың азаматысыңдар. Тіпті Құдайдың отбасысының мүшелерісіңдер. Сендер Құдайдың шексіз құдіретінің иемізге сенуші біздерге қаншалықты күшті әсер ететінін ұқсаңдар екен деп те одан сұраймын. Ал Тәңір иеміз бізге әсер ететін өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады. Оның даңқы қауымда Мәсіх Иса арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетіп, мәңгілік арта берсін. Аумин.